Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін біз 7-ші сынып бойынша will and be going to құрылымын жаттығу жұмыстарын өтетін боламыз. 95-ші бет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта басқа да сыныптардың сабақтарын түсіретін боламын. Қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сабағымды соңына дейін қараңыздар, лайк басыңыздар. Және комментарияға өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер болады. Ары қарай сабағымызды бастайық. Be going to. Exercise 1. Order the words to make sentence. Check your answers in the text on page 70. Then choose the correct words in the rule. Бұл жерде біздерге мына жердегі 4 сөйлемді дұрыс сөйлем шығаруымыз керек. 4 сөйлемнен. Және мына жердегі сөйлемдерді дұрыстап отырып, ереже бойынша сөздерді дұрыстап жазамыз дейді, иә? Exercise 1. I'm going to have a go at Formula 3. Мен үлкейген мен Формула 3-ке барамын дейді, иә? The second, I'm not going to stop racing. Мен жарысты тоқтатпаймын. He's going to contact more sponsors. Ол көбірек демеушілерге хабарласты дейді, иә? My sponsors aren't going to give my money much. Менің демеушілерім маған көп ақша бермейді. Бірінші жаттығудың астында rule ережесін қарайық, иә? Rule. Ережеде we use be going to make predictions, explain plans and the intentions дейді, иә? Бұл жерде болжам жасау үшін біз манағыдай қалай қолданамыз, тек қана жоспарлы түрде қалай қолданамыз. Мына жерде мен көрсетіп кеттім, қарап жіберсеңіздер. To be going to-ды қалай қолданамыз? To be going to explain plans and the intentions. Келешекке жоспарланған іс-әрекетті айтатын кезде қолданылады. Яғни келер күнге, келер аптаға, немесе келер жылға жоспарлағандағы іс-әрекетіңіз туралы айтатын кезде қолданамыз, иә? For example, I'm going to buy a car. Мен көлік алайын деп жатырмын деп. Ал will-ды қай жерде қолданамыз? Will болжам жасағанда қолданамыз, иә? Make predictions. Болжам сөйлемдерге қолданамыз, яғни мысалы I think, maybe, it is possible деген сөз тіркестері арқылы айтылған сөйлемдерді біз will болады, иә? Біздерде will қолданамыз. Менің ойымша, мүмкін деген сияқты сөз тіркестерін қолданатын боламыз. Exercise 2. Екінші жаттығу бойынша study the information and complete the sentence дейді. Мына жердегі кестеге қарап отырып, сөйлемдерді дұрыстаңыздар дейді, иә? Сөйлемдерді дұрыстауымыз керек. Мысалы, plans жоспарлы түрде мына жердегі сөздерді жазып қойған ғой біздерге. Енді x қойған, мына жерде галочка қойған, иә? Егер x қойған жерлерге біз не жасаймыз? X қойған жерлерге болымсыз сөйлем жазамыз. Karen's dad галочка тұрған жерлерге болымды сөйлемдермен жазамыз. Енді ары қарай сөйлемді қараңыздар. Karen's dad is going to find more sponsors, иә? Енді мына жерден біздер жауабын көретін боламыз. Мысалы, Karen and her dad are going to buy a new car. Second, Karen is going to race next year. 3, her dad isn't going to race next year. 4, her dad is going to contact journalists. 5, Karen isn't going to contact journalists. 6, they are going to look for a manager. Екінші жаттығудың құрылымы осылай жасалады. Ары қарай exercise 3, үшінші жаттығу бойынша write sentence about your plans using the affirmative and the negative form of be going to, then talk about your plans with a partner. Өзіңіздің жоспарларыңыз туралы to be going to құрылымын қолдана отырып сөйлемдер жасаңыздар дейді. Содан кейін оны қасыңыздағы жұбыңызбен бірге сөйлесіңіз, айтыңыз дейді. Жақшаның ішіндегі сөздерді қолданамыз. Ары қарай оқиық. I'm not going to race motorbikes when I'm older. Бұл жерде мен үлкейгенде мотоциклді мен жарыспаймын дейді. Second, I'm not going to support a different football team next season. Мен келесі маусымда басқа футбол командасын қолдаймын.
Third, I'm not going to go to Olympics when I'm older. Мен үлкейгенде Олимпиадаға бармаймын дейді. Fourth, I'm going to watch sport on TV this weekend. Мен осы демалыс күндерінде теледидардан спорт туралы көремін дейді. Fifth, I'm going to play basketball soon. Мен жақында баскетбол ойнадым дейді. Sixth, I'm going to have a go at skateboarding one day. Мен бір күні скейтборд тебуге барамын дейді. Exercise for төртінші жаттығу бойынша ережені жалпы will and be going to құрылымы бойынша сіздерге ұстаздарыңыз толық түсіндірме жұмысын айтады. Мен сіздерге қысқаша көрсетіп, құрылымды көрсеттім сіздерге. Так, бұл жерде енді төртінші жаттығу бойынша study the example as which sentence is a plan and which is a prediction. Так, төртінші жаттығу бойынша біздерге берілгенде төртінші жаттығудың мысалдарды зерттеңіз дейді, және бұл жоспарлы түрде ме, қайсысы жоспарлы түрде, қайсысы болжам түрінде тұр, соны айтуымыз керек, иә. Енді мына жерде бірінші сөйлемде жоспарлы түрде тұр, қараңыздар. This year I'm going to have a go at Formula 3. Осы жолы мен Формула 3-ке қатыспайын деп жатырмын деп өзінің жоспарлаған планын айтып тұр мына жерде. Пландаған несін, сөйлемін айтып тұр. Екінші, second, I think the situation will change. Менің ойымша жағдай өзгереді дейді, өзінің ойын айтып жатыр. I think, мысалы бұл жерде prediction, болжам түрінде болып тұр, болжам түрінде. Will қолданып тұр, I think деген сөйлем бар. Мана мен сіздерге алдыңғы сабақта айтып кеттім тақырыпта. Exercise 5. Бесінші жаттығуда write sentence with be going to for plans and intentions or will for predictions дейді. Бұл жерде де жаңағыдай be going to-ды және жоспарлармен, мана жоспарланған, арнайы жоспарланғанда немесе will болжам түріндегі сөйлемдердің жасаңыздар дейді. For example, I think that our team will win дейді. Біздің команда жеңіске жетеді деп ойлаймын дейді. Енді ары қарай мына жерде қалай қойылу керек, қараңыздар. The players are going to meet tomorrow morning. Second, that was brilliant. Your manager will be very happy with you. Мына жақшаның ішіндегі сөздерді алып отырамыз. Third, the finalists are going to play at 3 o'clock. Fourth, maybe you will be a journalist when you are older. Fifth, your trainer is going to leave next month. She told me yesterday. Бұл бесінші жаттығу. Next, ары қарай. Exercise 6, алтыншы жаттығу бойынша. Study strategy. Read the study strategy. Then write examples of 2 plans and 2 predictions. Memorize them. Then tell your plans and the predictions to a partner without looking at your work. Так, бұл жерде мана жоспарлы және болжамды мысалдарды жазыңыздар дейді. Және серіктесіңізбен, қасыңыздағы жұбыңызбен бірге сол туралы айтыңыздар деген, иә. Так, сол туралы айтыңыздар дейді. Так, бұл жерде I'm going to go to Astana in summer. The first, бірінші сөйлем бойынша, мен жазда Астанаға барамын дейді. Second, I'm going to enter the university in Europe. Мен Европадағы университетке түсемін. Third, үшінші, it will be hot tomorrow. Мана ертең күн ыстық болады дейді. Fourth, our country will be among 50 developed countries one day. Біздің еліміз бір күні дамыған 50 елдің қатарына кіреді деген. Exercise 7, жетінші жаттығу бойынша write sentence about your plans and the predictions. Use the ideas in the box and your own ideas. Then discuss with a partner. Так, жетінші жаттығу бойынша манағыдай мына жердегі my prediction, менің болжамдарым дейді. My plans, менің жоспарым. Осыны кестенің ішіндегі сөздерді біріктіріп, сөйлемдер жасаңыздар дейді. Сөйлемдер жасаңыздар дейді. Так, оқып шығайық. This book today. Мен бүгін осы кітапты аяқтағалы жатырмын. Second, Barcelona will win the league this year. Барселона биыл лиганы жеңеді дейді.
Third, he is going to be a champion one day. Мен ол бір күні чемпион болады. Fourth, I am going to have a car when I am older. Мен үлкейгенде машина жүргізбеймін дейді, иә? Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.